Ербол Шарақбайұлы, сіз әдемі баяндама жасадыңыз жаңа. Бірақ мына сіздің айтып жатқан мыңдаған гектарды біз қайтарып жатырмыз деген сөзіңізге мен елдің сәлемін айтайын деп отырмын. Жақында елден келдік. Қай облысқа бармасаңыз, жолдың оң жағы да, сол жағы да әкімнің жері. Қайтып атқан жер жоқ. Мал ұстап отырған, егін егіп отырған кісілер жерге зәру болып отыр, бірақ ана қолы күштілер сол бұрын қалпында қалып отыр. Мына жердің иелерін сіздерге мына шығарып тақтаға жазып қоюға кім кедергі? Өскеменге барсаңыз жердің бәрі Даниял Ахметтікі, Павлодарға барсаңыз Бақауовтікі, Астананың маңайында Шүкеевтікі, оны айтуға қорқып отыр бәрі. Бірақ сіздер осыны қашан жаңағы сіздің баяндамаңызда айтылған мыңдаған гектардың бәрі өтірік. Ана халықтың бәрі наразы болып отыр. Мал ұстаған кісілерге жер жетпей жатыр. Соны сіздер мынандай әдемі баяндаманың орнына осыны қашан қолға аласыздар нақты? Соны айтыңызшы. Аты жөнін жазыңыздар. Неге ұяласыздар оларды тақтаға іліп қоюға? Бұрынғы отырған байлар солай отыр. Берік Сәлімжанұлы, сұрағыңызға рахмет. Мынау әкімдердің жерлерге біз тиіспей қорғап отырық дегенді мен қабылдай алмаймын. Себебі биылғы жыл 5,2 миллион гектар жерді қайтардық. Кімнің жердері ол? Сол әкімдердің жерлері бұрынғы болған. Олигархтардың жерлері. Ендігі жылда тағы да 5 миллион гектар қайтарамыз. Ол жұмысты қазір біз жаңдандырып жатырмыз. Жаңағы кімнің жері екен мәселе 1 қаңтардан бастап біздің АСГЗК-да негізі жерлердің бәрі анықталып көрсетіліп отыр. Любой участокты басатын болсаңыздар, мемлекеттің резервінде болмаса, кімнің жері екен, қай ұйымдастырылған қожалықтың жері бәрі анық көрсетіліп отыр. Ол да жұмыс қой. Бұрын болмаған жұмыс. Қазір енді ол жұмыс жалғастырылып жатыр. Біз енді заңға сәйкес жұмыс жасаймыз. Сен кім болмасаң да заңды түрде жерді пайдаланып отырсаң, оған біздің құқығымыз жоқ тиісуге. Бірақ та жерді заңнаманы бұзушылықпен берілген себепте оны анықталған кезде бұл жерді біз қайтарып жатырмыз. Сот арқылы қайтарып жатырмыз, өздері де қайтарып жатқан. Жаңағы 5,2 миллион өтірік дейсіз. Қазір интерактивті картаны дайындап отырық. Осы депутат трибунадан ондай сөзді айтуға менің ойымша болмайды. Себебі 5,2 миллион гектарды біз жүктеп әрбір қандай иесі болған көрсетуге дайынбыз. Себепті бар жұмысты жоқ деп айтуға болмайды, жұмыс жасалып жатыр. Ендігі жылы тағы да 5 миллион гектар қайтарамыз. Әрине ол жерді ертең арғы күні әділетті түрде жаңағы тапшылық сезіліп отқан ауыл тұрғындарына тарату, олда да бір күрделі мәселе. Оғанда да біз атсалысып, негізі оны енді әкімшіліктер, жергілікті әкімшіліктің құзыретіне жата, солар тарататын болады. Оны енді бәрін бірігіп жасап жатыр. Жұмыс жасалып жатыр. Жұмыс жасалып жатқан жоқ дегенді мен қабылдамаймын. Себебі әрбір сол 5,2 миллион гектардың әрбір гектарына біз есеп беруге дайынбыз. Біріншіден. Екіншіден, осы жұмысын жандандырған нәтижесінде 1,8 миллион гектар бұрын пайдаланбай жатқан жерлерді қазір пайдалану басталды. Ол жерде деді біздің өзіміздің аса бақылауымызда ұстап отырық. Оны пайдалап бастадық деп дұрыс пайдаланбаса, оны мемлекеттік резервіне қайтаратын боламыз. Ол біздің бақылауымызда сұрақ принципиалды түрде өзінің бақылауында ұстап отыр. Рахмет.